Армысыздар, құрметті оқырмандар. Дебат үйірмесіне қажетті құжаттармен таныстыратын болам. Эверест дебат үйірмесінің ең алғаш төлқұжаты, жетекші туралы жалпы мәліметтер, дебаттың әнұраны, дебат үйірмесінің аты, ұраны, эмблемасы, мектепшілік бұйрық, оқушылардың тізімі, жұмыс кестесі, ағылшын, қазақ, орыс тілінде. Жылдық жоспар, күнтізбелік тақырыптық жоспар, 68 сағат, аптасына 2 сағат, 68 сағат. Фейсбукқа жариялаған сілтемелеріміз, мектепшілік берілген қарарлар, аймақтық, аудандық ойнатылған қарарлар, формат, американдық форматтың ережелері. Бізде мектепте алтын шаңырақ өзін-өзі басқару ұйымы 9 министр болса, соның 8-ті біздің дебат лидерлері сайланған. Мектепшілік дебат өткенде аудандық семинар өткен болатынбыз. Аудандық әдіскерлер, аймақтық дебаттық турнирге барған оқушыларымыз, апталық жиында марапаттауларымыз, ғылыми жобаға барып оқушыларымыз жүлделі орын алып келді. 5-6 сынып оқушыларымен өткен спорттық сайысына облыстан алған 3-ші орын алып 30 000 теңге ұтып келдік. Адал ұрпақ байқауына барып. Жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деп оқушыларымызға Қажы атамыздан бата алған болатынбыз. Бет идея байқауында бас жүлдені алған болатын ауданнан. Кітапханамен байланыс. Мына жерде аудандық, аймақтық турнирлерде төреші боламын. Сол туралы мына жерде үйірме жетекшісінде болу керекті құжаттардың тізімі, төреші парағы, оқушыларымыздың жетістіктері, ауданнан 1-ші орын алған оқушыларымыз. Анвар Бақберсін, Анвар Заманбек, Абдуәлі Бақберсін оқушыларымыз ауданнан 1-ші орын алып, облысқа өткен болатын. Жас мамандар арасында аудандық байқауда Совет Айбек әріптесіміз 3-ші орын алған болатын. Досыңа кітап сыйла акциясын ұйымдастырдық оқушылар арасында. Мектепшілік дебаттық турнир Шәмші байқауында мектепшілік бас жүлде алған болатынбыз. Мектепке кітап сыйлау акциясы кабинетіміздің ашылу салтанаты 3 тілде болған. Оқушыларымыз 3 тілде құттықтаулар айтып, мектеп директорлары, облыстан басшылар келген. Жерде спорттық сайыстан алғанбыз. Аймақтық, аудандық мектеп оқушыларымыз облыста журналистерге сұхбат беру сәті. Мектеп директор Стайл Айсара Нұржігітқызы облыстан жүлделі орын алған оқушыларымызды марапаттау сәті. Аудандық дебаттық турнир, облыстық дебаттық турнирден 3-ші орын алып, 60 000 теңге кубок дипломмен марапатталған болатынбыз. Аудандық турнир. Бесінші-алтыншы сынып оқушылармен ұлттық құндылықтар сайысын өткізген болатынбыз. Қамшы өруден, қол күрес сайыс болады. Жалпы дебаттың ережесі түсінік хат, барлық құжаттары. Дебаттық үйірменің қысқа мерзімді жоспары күнделікті.
аптасына 2 сағат. Слайдтарымыз арнайы. Марапаттарымыз. Оқушылардың өтініштері, куәліктері. Арнайы альбом жасап қойғанбыз. Тек қана дебаттық турнирде емес, оқушыларымыз аудандық, республикалық, облыстық, басқа да түрлі сайыстардан жүлделі орын алып, ұстаздарын қуантып келеді. Менің бұл видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.